Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі видео сабағым жай бөлшектерді қосу және азайту. Бұл видео сабақтан бірінші білетіндеріңіз бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу. Ендеше назар аударыңыз. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқанда олардың алымдарын қосып, алым етіп жазып, сол бөлімнің өзін қалдыру керек. Мысалы қараңыз, 8-ден 3 қосылған 8-ден 2 дейді. Бөлімін не істеді? Сол күйінде қалдырды бөлімін. Бөлімдері бізде бірдей 8. Яғни бөлімін сол күйінде қалдырған, алымдарын қосып жазған. 8-ден 3-ке, 8-ден 2-ні қосса 8-ден 5. Сол сияқты 9-дан 4-ке, 9-дан 3-ті қосса 9-дан 7. Бөлімі еш өзгеріссіз анықтамаға қарағандарыңыздай. Ал алымдарын қосып жазады екенбіз. Мұнда да сол тағы бір мысал. 6-дан 3 қосылған 6-дан 1 тең 6-дан 4 дейді. Бұл әріп түрінде жазсақ, яғни бізде формуламен берілсе, бөлімдері бірдей, яғни С күйінде қалған, А мен Б-ның естеген алымдарын қосады екенбіз. С тең нөл емес дегеніміз, яғни бізде бөлшектің бөлімі нөлге тең болуы болмайды. Бөлшек сызығы білесіздер, бөлу амалын білдіреді, ал бізде нөлге бөлуге болмайды. Мынау соны көрсеткен. Енді бөлімдері бірдей бөлшектерді азайтқанда, яғни екінші сұрақ бізде, екінші сұрақ бөлімдері бірдей бөлшектерді азайту. Бөлімдері бірдей бөлшектерді азайтқанда, азайғыштың алымынан азайтқыштың алымын азайтып, алым етіп жазып, сол бөлімнің өзін қалдыру керек. Мысалы қарайық, 8-ден 8-ден азайтам 8-ден 5-ті тең 8-ден 3 дейді. Келесі 9 азайтылған 9-дан 7 тең 9-дан 2 дейді. 6-дан 4-ті азайтсам 6-дан 2 қалады. Мұнда 3-тен 1 қайдан шықты? Естеріңізде болса, естеді, екеуі де 2-ге қысқарды. Мұнда 3-тен 1 қалды. Жалпы осы формула түрінде берілген жағдай С-дан А азайтылған С-дан Б тең С-дан А минус Б дейді. Келесі сұрақтың жауабына назар аударайық. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және бөлімдері әртүрлі бөлшектерді азайту. Бұл қалай? Біз қазір сіздермен таныс болғанымыз бөлімдері бірдей болған жағдай. Келесі осы үшінші сұраққа назар аударайық. Яғни үшінші, төртінші сұрақтардың жауабына назар аударсақ, бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайту үшін бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіру керек. Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу немесе азайту керек. Мысалы қараңыздар, 12-ден 5 қосылған 15-тен 7 тең 12 мен 15-ті ең кіші ортақ бөлімге келтірген. 12 мен 15-тің ең кіші ортақ бөлімі олардың ең кіші ортақ есебінен бірдей. Яғни 12 мен 15-тің ең кіші ортақ бөлімі 60. Енді мына 5, 4-ті не істейміз? Бірдей бөлімге келтірсек, 60-ты 12-ге бөлеміз, 5, мұнда толықтауыш көбейткіш. 5-ке 5 көбейтілді, 25. 60-ты 15-ге бөлдік, мұнда 4. Яғни 7-нің толықтауыш көбейткіші 4. Бұл 7-ге 4-ті көбейтем, 28. Яғни мұнау бірдей бөлімге келтірілді. 60-тан 25-ке, 60-тан 28 қостық, тең 60-тан 53. Азайтуда да тура осы жағдай. 12-ден 7-тен 9-дан 2-ні азайтсақ, 12 мен 9-дың ең кіші ортақ бөлімі 36. 36-ны 12-ге бөлсек 3, толықтауыш көбейткіш 7-ге көбейтіледі 21. 36-тан 9-ды бөлем 36-дан 9-ға 4, 4-пен 2-ні көбейтем 8, яғни алымдарын азайтам 36-дан 13. Сол сияқты мысалдар, мұнда да қарастырайық. 15-тен 8 қосылған 25-тен 3. Бұнда да ортақ бөлім 75-ке келтірді, және толықтауыш көбейткіштерін тауып, оларға көбейтіп барып қосамыз. Мұнда қарайық. Мұнда да 15 пен 18-ден ортақ бөлім 90 тапты, және толықтауыш көбейткіштерін тауып көбейтті. 42-ден 25-ті азайтып, 90-нан 17-ге тапты. Енді мұна жерде қалай? 3-тен азайтам 5-тен 2-ні. 3 бізде не? 3-ті қарасақ, қандай жағдай?
3'tü biz mынандай bölümü 5'ke тең бурус бөлчек түрінде жаздық. 5-тен 15 деген. 5-тен 15-тен 5-тен 2-ні азайтсақ, қараңыз, 5-тен 13 шықты. Бұл бурус бөлчек, оны араластан айналдырған 2,5-тен 3. Немесе екінші жолын қараңыз, 3,5-тен 5-тен 2-ні азайтсақ, мына 2-ні қалтырып, 3-тен 1,5-ін мынаның бөлімімен бірдей қылып бөлшек деген 5-тен 5. 2,5-тен 5-тен 5-тен 2-ні азайтсақ, 2,5 мына алымынан мына алымын не істейміз, азайтамыз. Сонда 2,5-тен 3. Екі жағдайда бірдей амал шықты, иә. Енді мынау өзі алдағы уақытта бұл жеке араласқанда таза қосып азайтуға өтілетін жағдай. Мына жағдайда бөлшектерді қамыстық деп ойлаймын, иә. Енді ары қарай есеп шығару арқылы үйренесіздер. Менімен бірге болыңыздар. Кеттік.
мына есепке қарасақ, мен тақ нөмірлі есептерін шешіп шығам. Қалғаны сіздерге, иә. Бірінші есепке қарасақ, 9-дан 5 қосылған 27-ден 13 дейді. Неге мен ортақ бөлімге 27-ні алдым, иә? Бізде 27 мен 9 бір-біріне бөлінеді, ондан мен 27-ні алам. 27-ні 9-ға бөлсем 3, иә, ол 5-ке толықтауыш көбейткіш ретінде жазылады. 27-ні 27-ге бөлем, толықтауыш көбейткіш 1-ден. 3 5-ім қанша? 15 қосылған 13-ті 1-ге көбейтсем 13 тең бізде 27-ден 18 емес, 28. Мынау бұрыс бөлшек, есеп әлі аяқталған жоқ. Бұрыс бөлшектерді біз аралас сан түрінде жазу қолданылады. Яғни 28-ден істейміз, 27-ге бөлеміз. Естеріңізде болса, бір рет бар, 28-ден 27-ні азайтам, қалдық 1. Яғни бізде 27-ден 28 дегеніміз 1,27-ден 1. Есеп енді аяқталды. Я? Осыдан ұмытпаймыз. Есепті шығарып болғанда бұрыс бөлшек шықса, бірінші қысқартуды орындап аламыз. Екінші бұрыс бөлшек шықса, аралас сан түрінде жазуды орындаймыз. Келесі, үшінші есепке кеттік. Үшінші есеп не дейді? 12-ден 5 азайтылған 72-ден 13 дейді. 12-ден 5, жазып алайық. 12-ден 5 азайтылған 72-ден 13 дейді. Бұнда да қарасақ, өзара бір-біріне бөлінетін сандар. Немесе ортақ бөлімін тапсаңыз, 72 екенін көруге болады. 72, 12 бір-біріне бөлінеді, сондықтан мен 72-ні ортақ бөлімге ала беремін. 72-ні 12-ге бөлсем, ол толықтауыш көбейткіш 5-ке 6. 5 6-ым 30 жазып қойық. 72-ден 72-ні бөлсем, 1 толықтауыш көбейткіш 13-ке жазылады. 30-дан азайтам, мына толықтауыш көбейткішке 13. Сонда 72-ден 17. Келесі 5-ші есеп. 5-ші есеп 12-ден 5 қосылған 60-тан 1. 12 мен 60 қарасақ, ортақ бөлім 60. Неге? Өйткені бір-біріне бөлінеді. 60 12-ге бөлінгелі тұр, онда 60-ты ортақ бөлім ала берем. 60-ты 12-ге бөлсем, толықтауыш көбейткіш 5-тің толықтауыш көбейткіші 5. 60-ты 60-ға бөлсем 1. Сонымен 5-ті 5-ке көбейтсек 25, я? Қосылған 1. Тең қанша болады? 60-тан 26. Мұнда қысқарады, көріп тұрмыз 2-ге. 30-дан 13 деген бөлшек шықты. Келесі 7-ші есеп. 10-нан 9 қосылған 15-тен 4. Енді 10 мен 15-тің ортақ бөлімін қарастырсақ, бір-біріне бөлінбейді. Және өзара жайсандар емес, яғни екеуін естеріңізде болса, мына әдіспен табамыз. Екеуі де 5-ке бөлінеді, мынаған 3 қалады, мынада 2 қалады. Енді бұлай көбейтеміз, қанша? 30 біздің ортақ бөлім болады ендеше. 30-ды 10-ға бөлем, 9-ның толықтауыш көбейткіш етіп жазам. 9 3 27 жазып қойық. 30-ды 15-ке бөлем, ол 4-тің толықтауыш көбейткіші 2. Көбейтсем 8. Қосып жазам. Тең қанша болады? 30-дан 35. Бұрыс бөлшек және қысқаратынын көріп тұрмын. Қысқартсам, екеуі де 5-ке қысқарады, қанша болады? 6-дан 7 болады, я? Екеуі де 5-ке қысқарса, 6-дан 7. Енді 7-ні 6-ға бөлсем, 7-нің ішінде 6 бір рет бар, бір бүтін бөлімі өзгермейді, 6.
қалды қанша қалады? 1 қалады. 1,6-1 деген аралас санға айналды. Келесі қалған есептерді осылай шығарасыздар. Ортақ бөлімге келтіріп, қысқаратын болса қысқартуды ұмытпаймыз, қайталап айтам. Келесі есепке кеттік. Жолаушы барлық жолдың 8-ден 5-ін жүрді. Жолаушы жолдың әлі қандай бөлігін жүруге тиіс? Мұндай мәселе есептерде осылай келеді. Барлық жолды біз толық бір жол деп қарастырамыз, немесе бір бүтін жол деп қарастырамыз. Осының 8-ден 5-ін жүріп тастаса, мысалы айталық, мына жол айтайық 10 километр десек, осының мысалы айтайық 6 километрін жүріп тастасақ, мына километр қанша қалды десек, сіз айтасыз жалпы 10 километр жолдан жүрген жолды азайтам, қалған жүруге тиіс жол қалады, 4 километр. Сол сияқты бізде мына бөлікпен берілген жолаушы барлық жол бізде бүтін жол болып есептеледі. Яғни 1-ден азайтамын, 8-ден, яғни жүрген бөлігін азайтып тастаймын. Енді мынау не? Бұл қалай болады, Мынаның бөлімі 8, онда мынаны да сол 8 бөлімі 8 болатын бөлшек түрінде жаздым. Ол не деген сөз? 8-ден 8, яғни бөлімі 8 болатын бөлшек түрінде жаздым. Неге? Өйткені біз мына бөліммен бірдей болған бізге тиімді ортақ бөлімге келтіріп жатпаймыз. 1-ден солай жазамыз, Мынаның бөліміне қарап жазамыз. Сонда 8-ден 8-ден азайтам, 8-ден 5-ті тең 8-ден 3 бөлігі қалды жүретін. Екінші есебі де осылай, жер шарының 10-нан 7 бөлігін су алып жатыр. Сондықтан жерді көгілдір планета деп атайды. Жер шарының қандай бөлігі құрлық? Бізге су алып жатқан бөлігін айтты. Енді қанша бөлігі құрлық? Бұнда да сол барлық жер шарын 1 деп алам. Оның 10-нан 7 бөлігі су, 10-нан 7 бөлік суын алып тастайым, құрлық жағы қалады, Оны қалай табамын? Мына 1-ді, және мына 1-ді біз бөлімі 8 болатын жаздық. Мына 1-ді енді мына бөлімге қарайым, азайтып тұрған бөлімге 10. 10-нан 10 азайтылған 10-нан 7 тең болады 10-нан 3 қалады. Келесі есепке кеттік ендеше. Қайық көлде жүзіп, 3 сағатта қандай қашықтыққа барса, өзенде ағыспен жүзіп, 2 сағатта сондай қашықтыққа барады. Сал осы өзенде 1 сағатта осы қашықтықтың қандай бөлігіне жүзіп барады? Енді естеріңізде болса, қайық көлде жүзіп қандай қашықтыққа? Бізде қашықтық айтып 1 деп қарастырамыз. Енді бізде қараңыз, ағыспен қараңызшы, бізге мұнда не қашықтық керек, жалпы сал деген ағыспен бірдей. Салдың жылдамдығы ағыспен бірдей болады. Сондықтан бізге осы кезде ағыстың жылдамдығын тауып алу керек. Мынау бізде қашықтық жалпы бірге тең, 1 километр емес, 1 шақырым емес, 1 метр емес, бұл жай ғана бірге тең, бір бүтін ретінде қарастырамыз қашықтықты. Мынау В меншікті жылдамдық. Енді қараңызшы, меншікті жылдамдық белгілі болса, және ағыспен жүзген жылдамдық белгілі болса, біздің уақытты қараңыз енді, Т көлдегі жылдамдық, көлдегі уақыт 3 сағатта барады екен мынаны. Онда бұл кездегі жылдамдық қалай табамыз? В көлдегі немесе меншікті жылдамдық 3-тен 1, Ал енді ағыспен жүзгендегі жылдамдықты қараңыз. Ағыспен жүзгендегі уақытты қараңыз, 2 сағат, Онда бұл кездегі жылдамдық қандай болады? 2-ден 1 болады. Енді бізге ағыстың жылдамдығын табу үшін, В ағыспен жүзгендегі жылдамдық қараңыз. В меншікті қосылған В ағыс,
Ал v көлдегі жылдамдықты қараңыз, бұл v меншікті жылдамдықпен бірдей. Осы кезде не істейміз? Мына ағыспен жүзген жылдамдықтан көлдегі жылдамдықты алып тастасақ, мына ағыстың жылдамдығы қалады ғой. Иә? Сол ағыстың жылдамдығын тапсақ қалай болады? Енді біздің көлдегі жылдамдық 2-ден 1 болса, азайтам, көлде ағыспен жүзгендегі жылдамдықты бұл 3-ден 1. Иә? 2-ден 1-ден 3-ден 1-ді азайтсам, так, ортақ бөлім не? 2 мен 3-тің ортақ бөлімі. Бұлар өзара жайсандар. Бұларды көбейтем, ортақ бөлімін табу үшін 6 болады. 6-ны 2-ге бөлем 3, 6-ны 3-ге бөлем 2. Енді 3 пен 1-ді көбейтсек 3, әрине. 3-тен 2-ні азайтам. 1 қалады, бөлімі 6. 6-дан 1 бөлігіне, яғни сал осы өзенде 1 сағатта осы қашықтықтың қандай бөлігіне жүзіп барады? 6-дан 1 бөлігіне жүзіп барады. 1 сағатта. Ал жалпы 6 сағатта жүзіп баратын көруге болады. Бөлімі 6 болып тұрса, бізде жалпы 6 деген сөз. Келесі есепке кеттік. Келесі есеп. Домбыраның басы, яғни құлағы 10-нан 1 метр. Мойны 2-ден 1 метр. Шанағы 5-тен 2 метр дейді. Шанағы деген мына жер екен. 5-тен 2 метр. Домбыраның ұзындығы неше метр? Бұларды не істейміз? 3 ұзындықты қосамыз. Шанағының ұзындығын, мойнының ұзындығын және домбыраның басының ұзындықтарын қосып көрейік. 5-тен 2 қосылған 2-ден 1 қосылған 10-нан 1 тең қанша болады? Мынандай 3 бөлшекті, үшеуінің де бөлімдері әртүрлі. Үшеуіне де ортақ бөлім қарасаңыздар 10-ды беруге болады. Өйткені 10 не? Мыналарға 5-ке де, 2-ге де және өзіне де бөлінеді. Сондықтан 10-ды ортақ бөлім ретінде алдық. Енді мына не істеймін? Бөлімдерін бойынша, ортақ бөлім бойынша толықтауыш көбейткіштерін табамын. 10-ды 5-ке бөлсем 2, 10-ды 2-ге бөлсем 5, 10-ды 10-ға бөлсем 1. Енді алымдарын толықтауыш көбейткішке көбейте отырып табам. 4, бірінші бөлшек бойынша, екінші бөлшек бойынша 5 қосылған 1 тең қанша болады? 10-нан 10. Бұл қысқарады. Екеуі де 10-ға қысқарады. Сонда бізде немесе 10-ды 10-ға бөлсек 1 метр. Бізде өлшем бірлік метрмен берілген. Келесі есепке кеттік. Теңдеуді шешіңдер дейді. X қосылған 12-ден 7 тең 4-тен 3. Теңдеу тақырыбын естеріңізде болса, белгісіз қосылғышты табу үшін не істеуші едік? Берілген жазып жатпай қойын. 1-ден X тең. Мында не істейміз? Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындыдан мынаны не істейміз? Азайтамыз. 4-тен 3 азайтылған 12-ден 7. Бұл не болады? 4 пен 12-нің ортақ бөлімі 12. 12-ні 4-ке бөлсек 3, 12-ні 12-ге бөлсек 1. 3-тен 3-іміз 9. 9-дан 7-ні азайтамыз. Сонда бізде 12-ден 2. 12 мен 2 екеуі 2-ге қысқарады. Қанша қалады? 6-дан 1 қалады. Келесі. Так, мына бірінші есеп шығардым. Осыған ұқсас, 4-ші есеп ұқсас, 5-ші есеп ұқсас, 6-ші есеп ұқсас, 8-ші есеп ұқсас екен. Осыған қарап шығарамыз. Енді екіншіні көрсетейін. Екінші есепте X азайтылған 6-дан 1 тең 9-дан 1 дейді. Тең 9-дан 1 ретінде қарастырсақ, X азайтылған 6-дан 1 тең 9-дан 1. Бұл жерде не белгісіз?
азайғыш белгісіз болған жағдайда айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. 9-дан 1 қосылған 6-дан 1. 9 бен 6-дан ортақ бөлім табатын болсақ қанша? 18, е. Тағы да естеріңізге сала кетейін. Мына әдіспен таптық оны, е. 9 бен 6 екеуі де 3-ке бөлінеді. Мынада 2 қалады. 9-дан 3 қалады. Бұлай көбейтсек қанша? 18. Осы әдісті естеріңізге сала кетем. 18-ді 9-ға бөлсем 2, 18-ді 6-ға бөлсем 3. 2 бірім 2, қосылған 3 бірім 3 тең 18-ден 5. Бұл есепке қарап, 3-ші есепті шығарасыз, 6-ші есепті шығарасыз, және 7-ші есепті шығарасыз. Мен келесі есепке кеттім, я. Соңында қысқартуды және бұрыс бөлшек шықса аралассан қайналдыруды ұмытпайсыз деп ойлаймын. Келесі есепке кеттім. Алдымен бөлшектерді қысқартып алып, өрнектің мәнін табыңдар. Қысқартуды еске түсіреміз. Көрдіңіздер, барлық тақырып қалмайды бізде. Сондықтан әр кез өткен тақырыппен байланысты болады. Бірінші есепке қарайық. 12-ден 3 қосылған 30-дан 25. Бұнда қаншаға қысқарады бірінші бөлшек? 12 мен 3 екеуі де қаншаға қысқарады? 3-ке қысқарады. Мынада 4, мынада 1 қалады. Яғни бірінші бөлшегіміз 4-тен 1 қосылған. 30-дан 25-міз екеуі де 5-ке қысқарады. Мынада 6, мынада 5 қалады. 4-тен 1 қосылған 6-дан 5 деген бөлшекті табайық. 4 пен 6 ортақ бөлімін табу естеріңізде болса, 4, 6, мынаны алдағы уақытта ойша табатын деңгейге жетесіз деп ойлаймын. Өте кішкентай сандар, 12 екенін бірден табуға болады. Сіздерге соңғы рет көрсетіп жатырмын. 4, 2, 2, 6-ны 2-ге бөлсем 3. Бұлай көбейтсек 12. Ортақ бөлім сонымен 12. 12-ні 4-ке бөлеміз 3, 12-ні 6-ға бөлеміз 2, 3 бірім 3, қосылған 2 бесім 10. Тең қанша болады? 12-ден 13. 12-ден 13 бұрыс бөлшек болып шықты. Бұндай жағдайда 13-ті 12-ге бөлсек, 13-тің ішінде 12 неше рет бар? 1 рет бар. Бөлімі 12, қалды қанша қалады? 13-тен 12-ні азайтсақ 1 қалады. 1/12-ден 1. Келесі есеп тәкс. Азайтуға қатысты екінші есепті қарастырайық. Екінші есепті қарастырсақ, 24-тен 10 азайтылған 54-тен 21. Бірінші бөлшек 24 пен 10 қаншаға қысқарады? Екеуі де 2-ге қысқарады. Сонда бізде 12-ден 5 деген бөлшек. Келесі бөлшек 54 пен 21 қаншаға қысқарады? Екеуі де бізде 3-ке қысқарады, 3-ке қысқартсақ қанша? 21 3-ке қысқартсақ 7 қалады. 54-ті 3-ке қысқартсақ 18. Яғни 18-ден 7. Енді 18 бен 12-ден ортақ бөлім 36. Ойша тауып атырмын, ортақ бөлім 36. 36-ны 12-ге бөлсек 3, 36-ны 18-ге бөлсек 2. 3 бесім 15, азайтылған 7 екім 14 тең 36-дан 1 деген бөлшек шығады. Мына нәрсені балалар тақырыпты өткен кезде осылай шығарып жүреді, одан кейіннен ондық бөлшектерді қосып азайтып өткеннен кейін, немесе бірнеше тақырып өткеннен кейін мынаны азайту болса, мына ағайнау азайтылмайды, 5-тен 7 азайтылмайды, 12-ден 18 азайтылмайды деген сияқты қателер жіберіп жатады. Ортақ бөлімге келтіруді ұмытпаймыз. Келесі есепке кеттік.
Үшінші есепті қарастырайын. Так, үшінші ма? Так, жетіншіге барайын бірден, я. Қалған 3, 4, 5, 6 есептер сіздерге. Жетінші есепті қара көрейік. 18-ден 12 азайтылған 60-тан 5. Ол қалай болады, я? Қаншаға қысқарады? 18-ден 12 біліп тұрсыздар, 6-ға қысқарады. Мынада 3 қалады, мынада 2 қалады. 60 пен 5 қысқарады. Мынада 12, мында 1 қалады. Сонда 3-тен 2-ден азайтам. 12-ден 1-ді. Тең ортақ бөлім 12. 12-ні 3-ке бөлім 4. 12-ні 12-ге бөлім 1. Мына кезде ортақ бөлімді қалай ойша тез тауып жүріп десеңіз, ортақ бөлімге келтіру сабағын тағы қайталап көріп жіберіңіз. Мен енді ортақ бөлімді табуды қайтадан көрсетіп жатпаймын. 4-2-міз 8. 8-ден азайтам 1-ді. Тең 12-ден 7 деген бөлшек шықты. 8-ші есепті қарастырайық. 24-тен 4 қосылған 36-дан 3 тең. 24 пен 4-ті қысқартсақ қанша? Екеуі де 4-ке қысқарады. Мында 6, мында 1. 6-дан 1, я, жазып қойайық. Қосылған 36 мен 3 екеуі де қысқарады 3-ке. Мында 12 қалады, мында 1 қалады. 6-тан 1 қосылған 12-ден 1. Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім бізде 12. 12-ні 6-ға бөлсеңіздер 2. 2 бірім 2. 12-ні 12-ке бөлсек 1. 1 бірім 1. Сонда бізде шығады тең 12-ден 3. Менде мынандай 12-ден 3-ті қалтырып алып келетін оқушылар бар. Мына кезде қысқартуды ұмытпаймыз. Сақ болыңыздар. Екеуі де 3-ке қысқаратында 4, мында 1 қалады. Тең 4-тен 1. Мынан көп оқушылар осылай қалтырып алып келеді. Бұнда да ұмытпаймыз. 4-тен 1. Мынандай жағдай болса, бұрыс бөлшек шықса, аралас сан түрінде жазуды ұмытпаймыз. Келесі есепке кеттік. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. 509-ші есеп, я? Бірінші есепке қарайық. 5, 9, 3. Ортақ бөлімге келтірсек қанша? Бірден жаза берейін, я? Так, бірден емес, ерінбей көрсетейік. Бастапқы есептерін 5-тен 1 қосылған 9-дан 1 қосылған 3-тен 1. Бізде ортақ бөлім 9 бен 3-тен 9 екен көріп отырмыз. 5 бен 9-ға ортақ бөлім 45. 45, я? 45-ті 5-ке бөлсек, толықтауыш көбейткіш, мұнда 9-дан. 45-ті 9-ға бөлсек, толықтауыш көбейткіш 5-тен. 45-ті 3-ке бөлсек, 15. Енді есептесек, 9, 5 бірім қосылған 5, қосылған 15-ті 1-ге көбейтсек, 15 тең 45-тен 29. Екінші есеп. Енді мынаны бәрін көшіріп жатпайын, я? Бірден ортақ бөлімге келтіріп жазайын. Ортақ бөлім 2, 5, 3-ке қанша болады? 2 мен 5 өзара жайсан 10. 10. 10 мен 3 өзара жайсан, ол артта көбейтем, сонда 30. 30-ды 2-ге бөлсек, мұнда 15-тен. 30-ды 5-ке бөлсек, мұнда 6-дан. 30-ды 3-ке бөлсек, мұнда 10-нан. Енді 15-ті 1-ге көбейтсек қанша? 15 қосылған 6 3-ім 18 қосылған 2 10-ым азайтылған екен ғомында, азайтылған 20 тең болады қанша? 30-дан 15-ке 18-ді қоссақ 33, 33-тен 20-ны алсақ 13, яғни 30-дан 13 деген бөлшек шықты. Келесі үшінші есепті қарастырайық. 6 мен 8 4, я? 3 санның ортақ бөлімі қанша?
үш санға ортақ бөлім 24-тен, мында 24-ті 6-ға бөлсем 4, 24-ті 8-ге бөлсем 3, 24-ті 4-ге бөлсем 6. 4 бесім 20, қосылған 3 үшім 9, азайтылған 6 бірім 6. Тең 24. 20-ға 9-ды қоссам 29, 29-дан 6-ны алсам 23. 24-тен 23. Келесі 4-ші есеп. 9, 6, 4. 9, 6, 4-ке ортақ бөлім 18, 18 бен 4-ке 36, мынаған 36, үшеуіне ортақ бөлім. 36-на 9-ға бөлсек, 36-ны 9-ға бөлсек 4, 36-ны 6-ға бөлсек, мынаған 6 толықтауыш көбейткіш, 36-ны 4-ке бөлсек 9. 4 бесім 20, қосылған, мында қосылған 6 бірім 6, қосылған 3 9-ым 27. Тең 36-дан 26, 27-ге қоссам 53. 53. 36-дан 53 дегеніміз бұрыс бөлшек. Оны араласан түрінде жазсақ, 53-дің ішінде 36 бір бүтін. 36-дан қалдық қанша? 53-тен 36-ны алып тастасақ, қанша болады? 7, 17, яғни 36-дан 17. Келесі 5-ші есеп. 3, 9, 6 дегенге ортақ бөлім қанша болады? Қанша болады бізде? Үшеуіне ортақ бөлім 18. 18-ді 3-ке бөлсек 6, 18-ді 9-ға бөлсек 2, 18-ді 6-ға бөлсек 3. 6 бірім 6. Қосылған 2 4-ім 8, қосылған 3 5-ім 15. Тең 18-ден қанша болады? 6-ға 8-ді қоссақ 14, 14-ке 15-ді қоссақ 29. 29-ды 18-ге бөлсек 1 бүтін. Бұрыс бөлшек күйінде қалтырмаймыз. 18-ден 11. 6-ші есепке қарайық. 4, 5, 10-ға ортақ бөлім 20. 20-ны 4-ке бөлім 5, 20-ны 5-ке бөлім 4, 20-ны 10-ға бөлім 2. 5 бірім 5, 4 бірім 4, азайтылған 3 2-ім 6. Бөлімі 20. 5-ке 4-ті қосам 9, 9-дан 6-ны алам 3. 20-дан 3. Келесі есепке кеттік. Амалдарды орындаңдар дейді. Ендеше кірісейік. Бірінші, әдеттегідей, жақшаның ішін орындайық. Бірінші есеп. Жақшаның ішінде ортақ бөлім. Немесе мұнда бірден жақшасызды 3 бөлшекті қатарынан азайтатын, азайтып, қосатын, қосып орындай берсек те болады. Үшеуін бірдей қатар орындасақ. 15, 6, 5. Үшеуіне ортақ бөлім қанша? 30. 30-ды 15-ке бөлсем 2, 15-ті 6-ға бөлсем 5, 15-ті 5-ке, 30-ды 5-ке бөлсем 6, Сонда 2 жетім бізде 14, азайтылған 5 бірім 5, қосылған 6 2-ім 12. 30 ортақ бөлім бойынша 14-тен 5-ті азайтам 9, 9-ға 12-ні қосам 21. Әлі біткен жоқ, қысқартуға болады 3-ке, сонда 10-нан 7 деген бөлшек шығады. Жақшаның ішін бірінші орындасаңыз да сол,
Сондықтан осылай бірден жақшасыз есептеп жатыр. Екінші есеп. Шөне 8, 9, 36-ға ортақ бөлім қанша болады? 9 мен 36-тан ортақ бөлім 36, 36 мен 8-ден ортақ бөлім 72. Ары қарай не істеймін? Толықтауыш көбейткішін табамын. 36-на 72-ні 8-ге бөлсем қанша болады? 9 болады. 72-ні 9-ға бөлсем 8 болады толықтауыш көбейткіш. 72-ні 36-ға бөлсем 2. Енді толықтауыш көбейткіштерге көбейтіп есептейін. 9 үшім 27, азайтылған 8 бірім 8, қосылған 25-ті 2-ге көбейтсек 50 тең 72-ден қанша болады? 27-тен 8-ді азайтсақ 19, 19-ды 50-ге қоссақ 69, 72-ден 69. Есеп қарасақ 3-ке қысқаратын көруге болады. 3-ке қысқаратында естеріңізде болса, цифрлардың қосындысы 3-ке бөлінсе, онда мыналарда 3-ке бөлінеді. Цифрлардың қосындысы 3-ке бөлініп тұр. 69-ды 3-ке бөлсек, 33 емес, 23. 23, 72-ні 3-ке бөлсек, 24. Келесі есепке кеттік. Үшінші есеп. 9, 6, 3-ке ортақ бөлім бізде қандай сан? 9, 6, 3-ке 18. Естеріңізде болса, 18-ді 9-ға бөлсек 2, 18-ді 6-ға бөлсек толықтауыш көбейткіш 3, 18-ді 3-ке бөлсек 6. Мұнан теңдеп, мұнан жалғасын мұнда жазастыр ғой. Мен уақытты кетірмей жазып атырмын. 8 2-ім бізде 16, азайтылған 5 3-ім 15, 6 2-ім 12, қосылған 12. Тең 18-ден қанша? 16-тан 15 алсақ 1, 12-ні қоссақ 13, 18-ден 13. Төртінші есеп. 8, 20, 10 деген сандарға ортақ бөлім, бізге үшеуіне де ортақ бөлім 40 бола алады. Мынаның жалғасы мынау деп есептеңіздер. 40-ты 8-ге бөлсек 5, 40-ты 20-ға бөлсек 2, 40-ты 10-ға бөлсек 4. 5 жетім бізде 35, қосылған емес, азайтылған бізде, азайтылған. 2-ні 13-ке көбейтсек 26, қосылған 9 4-ім 36, тең 40-тан қанша? 35-тен 26-ны алсақ 9, 9-ға 36-ны қоссақ 45, 40-тан 45. Мынаны бірінші қысқартып алған тиімді, бізге екеуі де 5-ке қысқарады, 8-ден 9. 9-ды 8-ге бөлсек ішінде 1 рет бар, 1,8-ден қалдық 1 қалады. Сонда 1,8-ден 1 деген бөлшек. 5-ші есеп жалғастырайын. 18, 12, 6-ға ортақ бөлім 36. 36-ны 18-ге бөлсем 2, 36-ны 12-ге бөлсем 3, 36-ны 6-ға бөлсем 6. Енді есептейік. 2 жетім 14. 14-тен азайтам 3 бірім 3. Қосылған 6 5-ім 30. Тең 36-дан 14-тен 3-ті алсам 11. 11-ге 30-ды қоссам 41. Бұрыс бөлшек әрине, бұл 1,36-тан 5. Соңғы есеп өздеріңізге қалсын. Бөлімдер өзара жайсандарға тең бөлшектердің қосындысын табыңдар дейді. Бөлімдер өзара жайсандар. Яғни бір-біріне бөлімді өзара жайсандар болғанда бөлімін қалай табамыз? Көбейту. Ал мына бөлім, яғни 15-ті 3-ке бөлу арқылы, бұның жер 5. Мына жер 5 болғанын көруге болады. Өзара жайсандар десе, олар көбейтіп тапқан
Енді ары қарай мыналарды есептейік. 15-ті мында қателесеміз, 1 қосу 1 десек, бұл қате. Біз әлі толықтауыш көбейткіш. 15-ті 3-ке бөлемін. Мында 5, 15-ті 5-ке бөлем, мында 3. Мында 5 бірім 5, 3 бірім 3. Бұдан неге тең болады? 15-тен 8. Екінші есеп. Өзара жайсандар дейді бөлімдері. Ал бұлар көбейту арқылы шығады. Онда 9 бен 5-ті көбейтсек, біз 45 шығатын білеміз. Онда мынау бөлімі 5-ке тең. 45-ті 5-ке бөлеміз 9, 45-ті 9-ға бөлеміз 5. 9 бірім 9, қосылған 5 бірім 5. Сонда бізде 45-тен 14 деген бөлшек шығады. Үшінші есеп. 7 өзара жайсан болса, онда мына жер 28 шыққан, онда 7 мен 4-ті көбейтсем 28 шығады, онда мына жердің 4-ке тең. 28-ді 7-ге бөлсек 4, 28-ді 4-ке бөлсек 7. 4 бірім 4, 7 бірім 7. Тең 28-ден 11. Қалған есептер сіздерге. Осы есептерді шығару арқылы сіз өзіңіздің қаржылай сыйақыңызды қайтарып ала аласыз. Келесі есепке кеттік. Қарасақ, сурет бойынша x пен y-тің мәнін табыңдар дейді. 10-нан 7-тен x-ті азайтсақ 5-тен 1 болған. Яғни теңдеу. 10-нан сынаның үстіне сала берейін. 10-нан 7 азайтылған x тең 5-тен 1 болса. Бұдан x неге тең? X тең 10-нан 7-ден 5-тен 1-ден естейміз, азайтамыз. Сонда ортақ бөлім 10, 7-тен 2. 10-ды 5-ке бөлсем, толықтауыш көбейіш 2, мынаған 1. Сонда 7-ден 2-ні азайтсам, 10-нан 5. 10-нан 5 қысқарады, 2-ден 1. X-тің мәні 2-ден 1, немесе мына жағдайда бізде 10-нан 5 деуге де болады. Қысқартып айтамыз, 2-ден 1-ге де. Мұнда 10-нан 7-ге 5-тен 4-ті қосып тапқан y тең 10-нан 7 қосылған 5-тен 4. Ортақ бөлім 10, мұнда толықтауыш көбейткіш 1-ден, 10-ды 5-ке бөлсек толықтауыш көбейткіш 2-ден, 7-ге 4 естейді қосылады. 4 емес, 4 2 8 қосылады. Сонда 10-нан 15. Бұл бұрыс бөлшек және қысқартылады. Қысқартсақ 2-ден 3. 3-ті 2-ге бөлсек, ішінде 1 рет бар, 1 бүтін 2-ден 1. Келесі есепке кеттік. Қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып есептеңдер дейді. Қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиет. Бірінші жағдайда қалай орындалады, Бірінші есеп бойынша қарасаңыздар 21, 15, 21. Бізге бөлімдер бірдей бөлшектерді қосқан тиімді, сондықтан екінші бөлшек пен үшінші бөлшектің орнын естейміз, ауыстырып есептейміз. 21-ден 5 қосылған 21-ден 2, ол 1-ден осылай жазып жіберейін, қосылған 15-ден 2 тең 21-ден 7 қосылған 15-ден 2. 15-ден 2 ауысты. Сонда 21 мен 7 қысқарады, екеуі де 7-ге. Сонда 1 қалады, мынада 3 қалады. 3-тен 1 қосылған 15-ден 2. 15 пен 3-ке ортақ бөлім 15. 15-ті 3-ке бөлсек 5, 15-ті 15-ке бөлсек 1. 5 бірім 5, 2 бірім 2. 15-тен 7 қалады. Келесі екінші есепке қарайық. Мұнда да қарасақ,
35-тен 2 қосылған 28. Мына екеуін қосқанда бізге мына екеуін бірінші қосып алған тиімді. 35-тен 2 тұра тұрсын, қосылған 28-ден 3 пен 28-ден 1 қоссақ тиімді. 3-ке 1-ді қосам, 4. Осы жерден 1-ден қысқартып тастайын. Екеуді 4-ке қысқартып, мында 7, мында 1 қалады. Тең 35-тен 2 қосылған 7-ден 1. 35 пен 7-ге ортақ бөлім 35, 35-ке бөлсек 1, 35 7-ге бөлсек 5. 2 бірім 2, 5 бірім 5, тең 35-тен 7. Келесі үшінші есепке қарайық. Үшінші есеп, тең деп жалғастырып есептегендегі. Так, бізге 30 бен 30, 45 пен 45 бойынша есептеген тиімді, яғни 30-дан 7-ге 30-дан 1-ді қоссам 30-дан 8 болады. Қосылған 45-тен 8-ге 45-тен 2 қосылады, 45-тен 10 болады. Түсінікті? Мына екеуін 1 қосам, мына екеуін бір-біріне естейм қосам. Сол кезде осы жағдай шықты. Енді ары қарай қысқартып аламыз. 30-дан 8 екеуі де 2-ге қысқарады, мынада 15-тен 4. Қосылған 45-тен 10 екеуі де 5-ге қысқарады. Қосылған не? Бұнда қанша қалады? Екеуі де 5-ге қысқарса 9-дан 2 қалады. 9 бен 15-ке ортақ бөлім 45. 45-ті 15-ке бөлсек мұнда 3, мұнаған 5-тен 3 4-ім 12 қосылған 5 2-ім 10. Тең 45-тен 22. Келесі төртінші есепке кеттік. Мұнда 24-тен 5 пен 24-тен 1-ді қосқан тиімді болып тұр, өйткені бөлімдері бірдей, Бөлімдері бірдей, 24-тен қанша болады? 5 пен 1-ді қоссақ 24-тен 6. Қосылған 60-тан 11 мен 13-ті қоссақ 60-тан 24. Бұлар қаншаға? Бұлар қысқартып алып қосқан тиімді. 24-тен 6 дегеніміз 6-ға қысқартсақ 4-тен 1 қалады. 60-тан 24 дегеніміз 12-ге қысқартсақ 5-тен 2 қалады. Мынаған ортақ бөлім 5 пен 4-ке 20. 20-ны 4-ке бөлсек 5, 20-ны 5-ке бөлсек 4. 5 бірім 5, қосылған 4 2-ім 8, тең 20-дан 13. Келесі есепке кеттік. Ыдыстағы сүттің 2-ден 1-і құмыраға құйылды. 3-тен 1-і банкаға құйылды. 6-тан 1-і кесеге құйылды. Ыдыста алғашқы сүттің қандай бөлігі қалды? Енді құйылып алғандардың барлығын не істейміз? Қосып алайық. 2-ден 1 құйылып алды, одан кейін 3-тен 1 құйылды тағы да. Одан кейін 6-дан 1 құйылды. Шөне ортақ бөлім 6. Ортақ бөлім 6. Мынаған толықтауыш көбейткіш 3-тен, мынаған толықтауыш көбейткіш 2, мынаған 1. 3-ке 2-ні қосам 5, оған 1-ді қосам 6. 6-дан 6 дегеніміз бұл 1 деген сөз. Ал 1 деген не? Барлығы қандай бөлігі қалды? Яғни қалған жоқ. Әлде ыдыстағы барлық сүт құйылып алынды ма? Иә. Барлығы құйылып алынды. 6-дан 6-сы да құйылып алынды. Түсінікті? Келесі есепке кеттік. Қалаға келген туристердің 5-тен 4-і ағылшын тілін біледі. 3-тен 1-і неміс тілін біледі. Қалаға келген туристердің қандай бөлігі ағылшын тілінде, неміс тілінде біледі? Қарайық. Мынандай жағдайда не істеймін? 5 пен 4-тен 3-тен 1-ді не істеймін? Қосамын. 3-тен 1-ді қосам. 5-тен 4-ке 3-тен 1-ді қоссам, ортақ бөлім 15.
15-ті 5-ке бөлем, 4-тің толықтауыш көбейткіші 3, 15-ті 3-ке бөлем, толықтауыш көбейткішіміз 5. 4, 3-ім 12, 12-ге 5-ті қосам, 15-тен 17. Қараңыз, бізде барлық бала бір бүтін бұрыс бөлшек, яғни бірден асып кетті. Ал біз барлығы дегенді бір бүтін деп есептейміз. Сонда бізде қараңыз, 15 бір бүтін 15-тен 2, бізге мынау артық. Бізде барлығы бірден аспау керек. Мынау асып кетті. Сонда 15-тен мынадан нені алып тастайым. Яғни 15-тен 17-ден 15-тен 15-ті не істеймін? Азайтып тастайым. Сонда бізде 15-тен 2. 15-тен 2 бөлігі ағылшын тілінде, неміс тілінде біледі. Немесе сіз былай ойлайықшы, біздің сыныпта, осы 5-ші сыныпта, осы видеоны көріп отқан 5-ші сыныпта айталық 7 бала, 20 бала футболға қатысады. 20 бала футболға қатысады. Өз сыныпта 30 бала болса, 20 бала футболға қатысады. 15 бала баскетболға қатысады. Сыныпта қанша бала футболға да баскетболға да қатысады десе, 20 мен 15-ті қосамыз, мынау бойынша. Мынау бөлікпен белген, мынау санмен көрсетіп жатыр мысалмен. 20 мен 15-ті қоссақ, бізде 35 бала болып кетеді баскетбол мен футболға қатысатын. Ал бізде барлығы өзі 30 бала. Сонда 35-тен біз барлық 30 баланы алып тастаймыз. Сол кезде 5 бала екеуінде де бар деген сөз ғой. Бір бала 2 рет есептеліп кеткен, сондықтан асып кетті мұнда. Сондықтан осы жалпыны алып тастасақ, екеуіне де қатысатын балалар. Мынау сол сияқты, 15-тен 15 не алып тастадық? 15-тен 15 дегеніміз негізінде басқа түспен жазып көрсетейін. Барлық баланы азайтып тастау, біз барлығы 1 деп айттық, сонда 1-ді азайтып тастадық. Ол 15-тен 15 немесе. Келесі есепке кеттік. Сканерде 1-ші сағатта шығарманың 5-тен 2-сі, 2-ші сағатта 3-тен 1-і дайындалды. 1-ші сағатта 5-тен 2-сі дайындалды. 2-ші сағатта 3-тен 1-і дайындалды. Қалғаны 3-ші сағатта. 3-ші сағатта қалғаны. Көшірілді дейді. Осы мына кезде қандай бөлігі көшірілді? Біз айттық, барлығын қанша деп қарастырамыз? 1 деп қарастырамыз. Енді мынаны табу үшін не істеймін? Мына екеуін қосып, мына 1-ден азайтам. 1 азайтылған 5-тен 2 қосылған 3-тен 1. 1-ді қалай қарастырам? 5-тен азайтып алайық. 1-ден азайтам. Мына екеуіне ортақ бөлім 15. 15-ті 5-ке бөлсем 3. 15-ті 3-ке бөлсем 5. Сонда 3 2 6. 6-ға 5-ті қосам 11. Сонда 1-ден азайтам 15-тен 11-ді. Енді мына кезде не істеуші едік? Мына 1 бүтінді мынаның бөліммен 1-дей қып бөлшектеймін. Сонда бұл 15-тен 15 деген бөлшекке айналды. 15-тен 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 11-ді азайтқан бізге тиімді. Неге мына бөлімін 15 пен 1-де жасаймын? Өйткені бізге бөлімдер 1-дей бөлшектерді азайтқан оңай. 15 бөлімі 15. 15-тен 11-ден азайтам 4. Сонда 15-тен 4 қалады. 15-тен 4 бөлігін 3-ші сағатта көшірген. Келесі есепке кеттік. Марат 2 балық аулап алды. Бірінші балықтың массасы 10-нан 9 кг. Бірінші балықтың массасы 10-нан 9 кг. Ал екінші балық одан 5-тен 1 кг жеңіл. Екінші балық мынадан 5-тен 1 кг жеңіл. Ал мынадан 5-тен 1 кг жеңіл деген не деген сөз? 10-нан 9-дан 5-тен 1-ді азайт деп жатыр. 10-нан 9-дан 5-тен 1-ді азайтсақ, бөлімі 10, ортақ бөлім. 10-ды 10-ға бөлсек 1, 10-ды 5-ке бөлсек
2. 9 бірім 9. Азайтам 2 бірім 2. Тең 10-нан 7. Мына 10-нан 9 болса, мына 10-нан 7 килограмм. Марат барлығы неше килограмм балыға болады? Барлығы. Мына бірінші балық, мына екінші балықтың салмағы. Онда екеуін не істейміз? Қосамыз. 10-нан 9 қосылған 10-нан 7 килограмм. Барлығы бізде ортақ бөлім 10. Бөлімдер бірдей бөлшек қосқанда бөлім етіп жазамыз да, алымдарын қоса саламыз. 9-ға 7-ні қоссақ 10-нан 16 килограмм. Бұл қысқарады екеуді 2-ге. 5-тен 8. 8-ді 5-ке бөлсек 1 бөлім 5 қалдық 3. Яғни 1,5-тен 3 килограмм барлығы. Келесі есепке кеттік. Хауызға 3 құбыр жүргізілген. Бірінші құбыр 6 сағатта. Екінші құбыр 8 сағатта хауызды сумен толтырады. Мынау бірінші құбыр болсын, мынау екінші құбыр болсын, екінші құбыр. Және үшінші құбырмен су сыртқа ағады. Үшінші құбырмен толық хауыздағы су 4 сағатта ағып бітеді. Құбырлардың үшеуінде бір уақытта ашық қойса, 1 сағаттан соң хауыздың қандай бөлігінде қалады, су. Енді осы есепті қарастырайық. Енді бірінші құбыр 6 сағатта толтырады деген ол, қараңыз, мынаны тең 6 бөлікке бөлсек 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 сағатта ол мынандай суды құяды, мынанша суды. Мынаның ішін құяды. Келесі екінші құбыр 8 сағатта деген осыны 8-ге бөліп, сонда екеуі қатар ағып тұр мұнда. Мынау да қатар ағып тұр, мына жаққа сыртқа ағып жатыр. Сонда мына екеуінің күші не істеледі? Қосылады. Енді бұл қалай болады? 1 сағатта мынанша бөлігін толтырады. 1 сағатта қандай бөлігін? 6-дан 1 бөлігін толтырады. Бірінші құбыр. Екінші құбыр 8-ден 1 сағатта толтырады. Енді екеуі бірге ағықса, бұлар не істеледі? Қосылады. Ал мынау сыртқа ағып жатыр. Бұл не істеледі? Азайтылады. Ол 4-тен 1 азайтылады. Енді осы үшеуін бірге қарастырсақ. Ортақ бөлім 24. 24-ті 6-ға бөлсек, мынаған толықтауыш көбейткіш 4, мында 3, мынаған 6. 4 бірім 4, 3 бірім 3, азайтылған 6 бірім 6. Сонда 24-тен 1. 1 сағаттан соң су хауыздың қандай бөлігінде қалады? 24-тен 1 бөлігінде қалады екен. Келесі есепке кеттік. Бөлімдері өзара жайсандар болатын бөлшектердің қосындысын табыңдар. Бөлімдер өзара жайсандар болса, оларды біз не істеуші едік? Көбейтіп табатын едік, Осының үстіне жаза берейін, сіздер дәптерге жазасыздар, 20 болса, онда 20-ны 4-ке бөлсек, мұнда 5, Яғни 5 пен 4-ті көбейтсек 20 ғой. Өзара жайсандар деп тұр бізде. Бөлімдер өзара жайсандар. Енді толықтауыш көбейткіш бойынша тауып, ары қарай табайық. 20-ны 5-ке бөлсек, толықтауыш көбейткіш мұнда 4-тен. 20-ны 4-ке бөлсек, толықтауыш көбейткіш 5-тен. 4 екім қанша болады? 8. Енді мұнда керісінше мына жақ белгілі, мына сан белгісіз. Мына толықтауыш көбейткіш 5 болса, мұнда 5. Онда мұнда қандай сан? 1 тұр деген сөз. Келесі есепке қарайық, екінші есеп. Мұнда бөлімін тауып аламыз, бірінші. Мұнда бөлім 7-ден 21-ді 7-ге бөлсек, толықтауыш көбейткіш мұнда 3-тен. 3 4-ім қанша? 12. Мына жұлдызшаны таптық. 21-ді 3-ке бөлсек 7, ал мұнда барғанда 14 болған. Онда мына жұлдызшаның орнында қандай сан тұр? 2 тұр. Сонда бізде 21-ден 12-14-ті қоссақ 26. Мынау бұрыс бөлшек 1 бүтін 21-ден 5 деген бөлшек араластан болады.
мында 20-дан 13. Мында ортақ бөлім 22, а мында онда 2. 22-ні 11-ге бөлсек, мында толықтауыш көбейткіш 2-ден. 22-ні 2-ге бөлсек, 11. 11-ді 1-ге көбейтсек, 11. Ал мында 2 толықтауыш көбейткішті мына жұлдызшаға көбейткенде 6 шығып тұр. Онда мына жұлдызшаның орнында 3 деген сан бар. Сонымен 22, 6-ға 11-ді қоссақ 17. 22-ден 17. Келесі ортақ бөлім 48. Онда 8 бен 5-ті көбейтсек 40 екен білеміз. 40-ты 5-ге бөлсек, мынаған толықтауыш көбейткіш 8-ден. 40-ты 8-ге бөлсек 5 толықтауыш көбейткіш. Енді 8 екім қанша? 16. А мынада 15 тұр. Онда мына 5-ке қандай санды көбейткенде? 3-ті көбейткенде 15 шығады. Ары қарай 40-тан 16-ға 15-ті қоссақ 31. 40-тан 31. Келесі есеп 35 ортақ бөлім, мында 5, мында 7. 35-ті 7-ге бөлсек, мынаған толықтауыш көбейткіш 5-тен, 5 үшім 15. 35-ті 5-ге бөлім, мында 7. Толықтауыш көбейткіш 7. Жұлдызшаның орнында қандай сан? Егер ол 28 шықса, онда жұлдызшаның орнында бізде 4. Онда бізде шығады 35-тен 28-ге 15-ті қоссақ қанша? 30, 43. Бұдан 43-ті 35-ге бөлсек, 1,35-тен 8. 6-шы есеп, қанша? 45, мында 5-тен 45-ті 9-ға бөлсек, толықтауыш көбейткіш 5. 45-ті 5-ге бөлсек, 9. 9 бірім қанша? Мында 9. Мында 10 шыққан, онда мына жерде 2 деген сан бар деген сөз. 5 2 10 ғой. Ары қарай есептесек, 45-тен 19. Келесі есепке кеттік. Қосындыны табыңдар дейді. Мында байқасақ, бөлімдері бірдей. Әріп болғанмен бөлімдері бірдей. Онда бөлім С 9-ға 5 қосылады. Тең С-дан 14. Келесі мында ортақ бөлім С, өткен бөлімдер бірдей, ал алымдарын не істейміз? Қосып жазамыз. А қосылған 4. Мынаны бір қайталап кетейін. Оқушылар А-ға 4-ті қосып 4А дейді. Бұл қате. Біз айттық, алмаға 4 теңгені қосаламыз ба? Қосамаймыз, Ол сол күйі қалады. Ол үшін алманы не теңгеге айналдыруға дейді, 4 теңгеге алма сатып алып, алмаға алманы қосаламыз. Бұлай қосылмайды, осы күйінде қалады. Үшінші есеп. Ортақ бөлім, мынада 3-сі, мынада С. Ендеше, мынау ортақ бөлім 3-сі болады. Ол қалай таптық? Естеріңізде болса, 3-сі мен С-ны қатар жазып қойымды. Екеуі де қаншаға бөлінеді? С-ға бөлінеді. С-ны С-ға бөлсек 1, 3-сіні С-ға бөлсек 3. Бұлай көбейтсек 3-сі, 3-сіні 1-ге көбейтсек 3-сі, 3 пен С-ны көбейтсек 3-сі. Мен ортақ бөлім 3-сі шықты. Енді 3-сіні мына С-ға бөлсек қанша қалады? 3 қалады. 3-сіні 3-сіға бөлсек 1 қалады. 3А қосылған 1 мен бұны көбейтсек бұның өзі. Мынаны да қайталап айтам. 3АБ деуге болмайды. 3 алмаға 1 банан қосамаймыз ғой. Олар сол күйі тұрады. Мында ортақ бөлім 2-сі. Бұны да мына жолмен табамыз. Мына жолмен 2-сіні С-ға бөлсек 2 қалады. 2-сіні 2-сіға бөлсек 1. 2 бірім 2 қосылған 3 бірім 3. Тең 2-сідан 5. Мына есепті қарайық. Ортақ бөлім А-цы, А-ды. Мына әдіспен табатын болсақ, көздеріңіз жетеді. А-сы-ды екеніне. А-сы-дыны А-сыға бөлсек, не қалады? Мында Д қалады. Мына А-сы-дыны А-дыға бөлетін болсақ, мында С қалады.
Сонда d мен d-ны көбейтетін болсақ, d квадрат, с мен с-ны көбейтетін болсақ, с квадрат. Сонда d квадрат қосылған с квадрат. Мұнда тең болады. 3-сі мен 6-сыдан не шығады, иә? Ортақ бөлім 6-сы. 6-сыны 3-сыға бөлетін болсақ, 2 қалады, мұнда 1 қалады. Сонда 2-ні 2а-ға көбейтсем 4а қосылған 1а. Бұл 6-сыдан 5а. Мына есептің жауабы. Келесі есепке кеттік. Теңдеуді шешіп, дұрыстығын тексеріңдер дейді. Қалай шешеміз? Бірінші есепке қарайық. Бөлімдері 3х және x. Алдыңғы есепте көрсеткендей 3х пен x-тан ортақ бөлім тауып үшін екеуінде бөлінеді. Қандай өрнек әріпке немесе санға? Екеуі де x-қа бөлінеді. x-ті x-қа бөліп тастасақ 1. 3х-ті x-қа бөлсек 3 қалады. Бұлай көбейтсек қанша? 3х. 3х-ті 1-ге көбейтсеңіз 3х. 3-ті x-қа көбейтсеңіз де 3х. Ендеше ортақ бөлім 3х. Енді 3х-ті 3х-қа бөлсеңіз мынаған 1-ден, 3х-ті x-қа бөлсеңіз мынадан 3-ден. Сонда 1 бірім 1, 3 бірім 3. Сонда 3х-тан 4 тең 15-тен 4 екен. Мына бөлшектер байқасаңыздар қандай? Тең 4, 4. Онда на екеуі де бір-біріне тең деген сөз. Сонда 3х-іміз 15-ке тең деген сөз. 3х тең 15. Бұдан x-іміз неге тең? 5-ке. Яғни 15-ті 3-ке бөлдік. X-ім 5-ке тең болса, енді тексеріңді дейді дұрыстығын. X-тің орнына қоятын болсам 5-ті, 15-тен 1 қосылған 5-тен 1 тең 15-тен 4 шығам екен. Мұнда ортақ бөлім 15, мұнда толықтауыш көбейткіш 3. 1-ге 3-ті қоссам 4. 15-тен 4 пен 15-тен 4 не істеді? Теңелді. Келесі екінші есеп. Екінші есеп. Қараңыздар, x пен 7x-тан мұна әдіспен табатын болсақ, мұны ортақ бөлім 7x болатынына көздеріңіз жетеді. 7x. Мұнда толықтауыш көбейткіш 7-ден, 7x 7x-қа бөлсек 1-ден, 7-ден 1-ді алсам, бізде қанша? 7-ден 1-ді алам, тең 7x-тан 6. Осы 7x-тан 6-мыз 7-ден 2-ге тең екен. 7x-тан 6-мыз 7-ден 2-ге тең. Енді қараңыз, қандай нәрсе, бөлшектері біз білесіздер. Бөлшектер алымында бөлімінде бірдей санға бөлуге болады. Яғни сол қасиетіне сүйенеміз. 6-ны 2-ге бөлсек 3. Солай ма? Ендеше мұнда да сол 7x-ті 7-ге бөлгенде 3 шығу керек. Сонда біздің x-іміз неге тең? 3-ге тең екен білуге болады. 6-ны 2-ге бөлсе 3. 6-ны 2-ге бөлсе 3. Онда 7x-ті 7-ге бөлгенде де 3 шығу керек. Сонда 7x-ті 7-ге бөлсек, x қана қалады мұнда. Мұнда x тең 3 екенін көруге болады. Келесі есепке кеттік. Қалғандары осыған ұқсас шығады. Келесі үшінші есепте қарастырайық. Үшінші есепте 4x және x. Ортақ бөлім 4x. Үшінші есеп екен ғой. Үшінші есеп. Ортақ бөлім 4x. Мұнда 1-ден мұнаған 4-тен. 1-ге 4-ті қоссам 4x-тан 5. Тең 16-дан 5. 5 пен 5 тең, онда 4x пен 16-да тең. Осы арқылы 16x табамды. Бұдан x тең не? 16-ны 4-ке бөлу арқылы табасыз. Бұдан x тең 4. Тексеріп қойсаңыз да болады. Тексеріп көріңіз. Келесі 4-ші есеп. X пен 9x-тан ортақ бөлім 9x. 9x мұнаған мұнда 9-дан мұнда 1-ден, 9-дан 1-ді алсақ 8 тең
9-дан 2. Енді қараңыз. Мына 8-де 2 шығу үшін не істеді? 4-ке бөлген. Мұнда да не? 4-ке бөлген. Сонда 9x тең неше? 4 мына жаққа көбейту болып барады. 36. Бұдан x тең 36-ны 9-ға бөлсек, x тең 4-тен. 5-ші, 6-ші есепті сіздерге қалдырамын. Шебер тапсырманы 5 сағатта, ал оның үйренушісі 7 сағатта орындайды. Шебер 2 сағат, оның үйренушісі 3 сағат жұмыс істеген соң тапсырманың қандай бөлігі орындалмай қалды? Енді мына нәрсені түсінейік. Шебер тапсырманы, мысалы айтайық, шебер тапсырманы 5 сағатта орындайды. 5 сағатта орындайды. Ол 1 сағатта қанша орындайды? 1 сағатта қанша орындайтын табу үшін не істейміз? Мынаны 5-ке бөлеміз, 2, 3, 4 және 5. Мынаны орындайды. 1 сағатта 5-тен 1 бөлігін орындайды. Ал шебер 2 сағат дейді, онда мынау 2 сағатын орындайды. Сонда ол 2 сағатта қанша бөлігін орындайды? 5-тен 2 бөлігін орындайды. Қосылған үйренушісі 3 сағат істеді. Ол 7 сағатта дейді. Ол дәл осы тапсырманы 7 сағатта орындайды. Оны 7-ге бөлейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ол 1 сағатта мына бөлігін орындаса, ол 3 сағатта қанша бөлігін орындайды? 7-тен 3. Мынау біз барлығы 7, осының 3-еуін орындаса 7-ден 3. Енді осынша бөлігін орындады. Сонда бұл екеуін істейміз, қосамыз. 5-тен 2 мен 7-тен 3-ті қоссақ, ортақ бөлім 35, мынаған 7, мынаған 5. 7 2 14, қосылған 5 3 15. Сонда бұл 35-тен 29 бөлігін орындады тапсырманың. Орындалмаған табу үшін не істеймін? Бізді барлығын не деп аламыз? Барлығы толық 1. 1-ден азайтам 35-тен 29-да. Сонда 1-ді не деп жазам? Бөлімі 35 болатын. Бөлшек түрінде жазам, яғни 35-тен 35 болады. 35-тен 35-тен азайтам 35-тен 29-да. Сонда 35-тен қанша қалады? 29 алсам 35-тен 6 қалады. Келесі есепке кеттік. Бақылау жұмысынан сыныптағы оқушылардың 6-дан бірі 5, 3-тен бірі 4 алды. Сыныпта 15 оқушы бақылау жұмысынан 5 және 4 алды. Сыныпта бақылау жұмысына барлығы неше оқушы қатысты? Барлығын табу керек. Бұған дейін біз 15 оқушы дейді, 5 және 4 алды. Ал мында бөлікпен берілген. Осы 5 және 4 алған бөлікті табу керек. Онда 6-дан 1 мен 3-тен 1-ден естеймін? Қосамын. 6-дан 1 қосылған 3-тен 1 тең ортақ бөлім 6, мында 2, мында 1, сонда 6-дан 3. Бұл қысқарады 2-ден 1. Яғни 2-ден 1 бөлігі 5 және 4. 15 оқушы 5 және 4 болса, біз барлығы қанша? 2-ден 1 бөлігі 15 болса қараңыз. Мұнау барлығы, мұнау 2-ден 1 еді ғой жартысы. Мына жағында да 2-ден 1. Осы 2-ден 1-і 5 пен 4. Бұл 15 бала болса, мына жағында да сондай бар. Сонда не істеймін? 15-ті көбейтем 2-ге. Бұл 15-ті 2-ге көбейткен қалай? 30, 2-ден 1 бөлігі 15, сондықтан мен 2-ге көбейттім. Сонда 30 бала бар барлығы. Келесі есепке кеттік. Әңгімедегі сөздердің 15-тен 2-сі етістіктер. 15-тен 2-сі етістіктер, Етістіктер 15-тен 2. Ал зат есімдер одан 6-тан 1-ге артық. Зат есім, бұдан 6-тан 1-ге артық. Артық десен естеймін? 15-тен 2-ге 6-дан 1-ді қосам. Ортақ бөлім
30 толықтауыш көбейткіш 2-ден 6-ға бөлсем 5 толықтауыш көбейткіш 2 2 4 оған 5-ті қосам 9 30-дан 9 екеуі де 3-ке қысқарады 10-нан 3 10-нан 3 бөлігі зат есім. Енді осы 10-нан 3 бөлігі 36 сөз болса әңгімеде барлығы неше сөз бар? Әңгімеде барлығы неше сөз бар? Енді қараңыз, 10-нан 3-і немесе бұлай алсақ мұны 10 такс 1 әнан 10-ға бөлейін теңдей 1 2 3 4 5 мына жағында да 1 2 3 4 5 бар. Осының 10-нан 3 бөлігі мына бөлігі 36 болса барлығы қанша екен қалай табам? 36-ны 3-ке бөліп мына біреуін тауып алам. Содан кейін оған барлық 10-ды көбейтем, сонда не істеймін? 36 бөлінген 3 көбейтілген 10. 36-ны 3-ке бөлсек 12, 12-ні 10-ға көбейтсек 120 сөз бар екен барлығы. 120 сөз бар барлығы. Барлығы 120. Неше сөз етістік? Бізде етістік 15-тен 2-сі еді. 15-тен 2-сі еді. Онда 120 сөзді не істеймін? 120 барлығы 15-ке бөлем. Бір бөлікті тауып алам. Сонда менде сонда 2 бар. Онда 2-ге көбейтем. Сонда 120-ны 15-ке бөлсек, бізде қанша? 8. 8-ді 2-ге көбейтсек 16. 16 сөз етістік екен. Келесі есепке кетті. Суреттегі фигураның көлемін табыңдар дейді. Енді бірінші толық көлемді тауып алайық. Оның көлемі қанша? Білеміз біз формула V тең ABC. Онда біз V үлкен ауданын табу үшін, үлкен параллелепипедтің көлемін табу үшін 7, 6, 4-ті не істейміз? Көбейтеміз, яғни 4, 6, 7. Қанша болады? 6 4-іміз 24, 24 7-ге көбейтсек 168. Бізде өлшем бірлік дециметр куб. Енді бізге кішіні тауып азайту керек, сонда мынаның көлемі шығады. Енді V кішіні табу үшін не істеймін? Көлемін табу үшін. Енді қарайық, мына биіктік. Биіктігіміз бізде қанша? 6. 6-дан 2-ні не істеймін? Алып тастайым. Біз ортада бос кеңістіктігін табу керек. Соны азайтып тастасақ, сырты қалады. Мына 2-ні азайтам, мына жақтан мына 2 азайтылып отыр. Сонда ортада қанша қалады? 2 қалады. 2 көбейтілген. Енді мына жақ ол 7 бізде. Мынау 7 болса, мына жағынан 2-ні алам, мына жағынан да 2-ні аламыз. Сонда ортада қанша қалады? 4 қалады. 2 көбейтілген 4. Биіктік 6 кетті. Енді бұлай қарай ұзындық 4. 2 көбейтілген 4 қанша болады? 4 4 4 4 4 6-тан 6 2 7-тен 4 алам. Мұнда 3 екен ғой, кешіріңіздер. Мұнда 3 қалады. 7-тен мына жағынан 2-ні алам, 5 қалады. Мына жағынан 2-ні алам, 5-тен 2-ні алам, 3 қалады. Мына аралық менде 3 қалады. Мынау 2, мына жерім бұлайынан 4. Сонда осылай көбейтсек 24. Тең 24. Енді ана фигураны табу үшін 168-ден 24-ті не істеймін? 24-ті азайтам. Сонда бізде 144 дециметр куб қалады. Келесі есепке кеттік. Бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, аның мәнін табыңдар, бірінші есеп бойынша. Мен қазір дайын жауаптардың бар есептерді қалтырам. Бірінші есепте 7 болу керек. Мұнда аның мәнін 7 шығу керек, мұнда 2 шығу керек, мұнда 9 шығу керек. Мен мыналарды көрсетейін, Кеттік. Үшінші есеп.
12-ден 5 тең 30 бөлінген 44 қосылған 7а. Енді қараңыз. Алымдары белгілі. Онда осы белгілі бойынша бөлшектің негізгі қасиетіне алымында бөлімінде бірдей санға көбейтсе, оған тең бөлшек шығады. Сонда мұнда көбейткенін көріп отырмыз, 6-ға көбейткенін. Я, онда 30-ды 5-ке бөлем, сонда 6-ны таптым, я, 6 толықтауыш көбейткіш екенін. Енді онда мына 12-ні не істеймін? 6-ға көбейтем. Сол кезде 72 шығады. Ал бұл 72 деген не? Мынаған тең. Онда 44 қосылған 7а деп отырғаным тең 72. Бұдан 7а тең 72-ден 44-ті азайтсам 7а тең 72-ден 44-ті азайтса қанша? 28 екен, е? Бұдан а-ның мәні неге тең? 4-ке тең. Мынадан 4-ке тең болды. 4-ші есеп 9-дан 1 тең 5а азайтылған 14 дейді, бөлінген 54. Бөлімдері бойынша табуға болады. 54-ті не істеймін? 9-ға бөлемін. 54-ті 9-ға бөлсек, біздің толықтауыш көбейткішіміз табылады. 54-ті 9-ға бөлсек қанша? 6, яғни 6 бірім 6. Біздің 5а азайтылған 14 деп отырғанымыз не? 5а азайтылған 14-іміз неге тең? 6-ға тең екен. Бұдан 5а тең 6-ға 14-ті қосамын. 5а тең 20, бұдан а тең 4. Мынау бәрін ежіктеп айтып атқан жоқпын. Бұны теңдеуді есіңізге түсіргіңіз келсе, теңдеу тақырыбын тағы бір қайталап көріп жіберіңіз. Келесі 5-ші есеп. Мұнда берілгені бойынша қарасақ, алымдары белгілі. Ендеше 21-ді 3-ке бөлем 7. Бұл 7 толықтауыш көбейткіш кімге болады? 8-ге болады. 7-8-іміз қанша? 56. Сонда менің 4а 4 көбейтілген а қосылған 8-ім 56-ға тең. Бұдан а қосылған 8 тең 56-ны 4-ке бөлсек 16. Бұдан а тең 16 азайтылған 8. Бұдан а тең 8-ге. Жалпы осы қалғанын осыған қарап өздеріңіз шығарасыздар деген сенімдемін. Менімен бірге болғандарыңыз үшін, осы видео сабақты көріп үйреніп жатқаныңыз үшін сізге рахметімді айтқым келеді. Рахмет.